Баршаңызға сәлем. Енді осындай әдемі, дәмді жүгеріні үйіңізде пісіріп жеңіз. Осылай жүгеріні бақшаңызда болса, болмаса базардан шикі жүгеріні сатып аласыз. Осылай қабығын жақсылап ашып тастайсыз. Шашақтарын барлығын алып, тазалайсыз. Міне барлығын тап-таза қылып алып тастайсыздар шашағын. Осылай далаға қазанды асасыз, суды жүгері батып тұратындай құясыз, үстіне тұз саласыз, дәміне қарай. Тұзын шығарып салсаңыз дәмді болады. Сонымен бетін жауып 40-50 минут қайнатасыз. Жүгеріміз пісіп дайын болды. Піскен кезде осындай суы түсі өзгеріп кетеді. Осылай қысып, қолыңызды күйгізіп алмай, барлығын судан сүзіп алып шығасыз. Міне енді осылай дәмді, әдемі жүгері дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздер де өстіп үйлеріңізде дайындап пісіріп жеңіздер. Менің осы жүгері пісіру әдісім ұнаса, лайк басып, комментария жазып, арнама жазылып қолдап кетіңіздер. Баршаңыз бай бақытты